Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Дәптерімізге бүгінгі ай күнді және тақырыпты жазамыз. Our theme is food. Food деген тамақ. Good. Now, балалар, қане суретке қарайықшы. You can see here two boys, yes? Мына суретте бізде екі бала тұр. Ал мысалы, қане ойланайықшы. Мына сурет не туралы деп ойлаймыз? Мына бала көп тәтті жейді. Ал мына бала спортпен айналысады және пайдалы тамақтар жейді. Сонымен healthy food. Healthy food пайдалы тағамдар, unhealthy food пайдасыз тағамдар, пайдасыз немесе керексіз тамақтар деген сөз. Окей, біз бүгін пайдалы тамақтармен танысамыз. Bread, naan, pasta, макарон, fruits, жемістер, vegetables, көкөністер. Біз жеміс пен көкөністерді бірінші сыныпта үйренген болатынбыз. Next, milk, сүт, йогурт, meat, ет, eggs, жұмыртқа, rice, күріш, sweets, бұл бізде тәттілер. Okay, now we will learn with you the parts of our body and organs. Біз қазір біздің денемізбен, біздің дене мүшеміздегі бірнеше атаулармен таныс боламыз. Тіз, bones, сүйектер, буындар, brain, ми, және heart, жүрек. Okay, now we will do with you this task, exercise 9. Now, let's watch the video. 1. Bread and pasta. They're good for our heart. 2. Fruit and vegetables. They're good for our eyes, our brain, and our skin. 3. Milk and yogurt. They're good for our teeth and our bones. 4. Meat, eggs, and fish. They're good for our muscles. 5. Sweets and cakes. They're bad for our teeth and skin. Okay, boys and girls, I think it's so easy. Біріншісі bread and pasta. Нан мен макарон. They're good for our heart. Нан мен макарон біздің жүрегімізге пайдалы екен. Яғни біздің жүрегіміз үшін жақсы. Екіншісі жемістер мен көкөністер. They're good for our eyes, our brain, and our skin. Көкөністер мен жемістер біздің көзіміз, миымыз және теріміз үшін өте пайдалы екен. Next, сүт пен йогурт. They're good for our teeth and our bones. Сүт пен йогурт біздің тістеріміз бен сүйектерімізге пайдалы. Meat, eggs, and fish, they're good for our muscles. Ет, жұмыртқа және балық біздің muscle деген бұлшық ет. Бұлшық етіміз үшін пайдалы. Sweets and cakes, тәттілер мен торттар, пирогтар, печеньелар, олардың барлығы біздің тісіміз үшін және теріміз үшін пайдасыз. Яғни өте жаман. Сол себепті
көптеп. You should eat more fruit, vegetables, bread, milk, drink milk, water, eat eggs, fish, meat, and not need to eat sweets and cakes. Балалар, біз өзіміздің денемізге пайдалы болу үшін көптеп нан, макарон, жеміс, көкөніс, ет, жұмыртқа, балық жеуіміз керек. Сонымен қатар сүт пен йогуртты ішуіміз керек. Ал кәмпит пен тәттілерді көп жеуге болмайды. Бұл біздің тісіміз үшін пайдасыз. Okay, good. So your home task, this is your pupil's book, оқушы кітабындағы page 65, exercise 10. Here you should draw a healthy food. In your plate, балалар, өзіміздің pupil's book'тегі 65-ші бет 10-шы жаттығуды орындаймыз. Яғни біздің тарелкамызда, ыдысымызда мұнда тамақтар көріп тұрмыз, иә? Енді қарайық. Healthy food дегеніміз пайдалы тамақ. Осының ішінде қайсысы біз үшін пайдалы тамақ? Біз оны бояп, маған жаңа сөздерді аудиомен айтып, дәптерге жазып, осы тапсырманы орындап жібереміз. So the lesson is over. Thank you for your attention. Goodbye.